Сәлеметсіңдер ме оқушылар, сендермен қызықты математика каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Сәлеметсіңдер ме 7-ші сынып оқушылары, бүгін біз геометрия пәнінен 2-ші тоқсанның жиынтық бақылау есептерін шығарамыз. Бұл менде 2-ші нұсқасы, каналымда 1-ші нұсқасы бар, және де деңгейінің 1-ші, 2-ші нұсқасы бар. Бұл менде А деңгейінің 2-ші нұсқасы. Есепті шығаруды бастаймыз. 1-ші суретті пайдаланып төмендегілерді жазып көрсетіңіздер дейді. Оқушылар мына суретке назар аударамыз. Бізде А, Б, С үшбұрышы берілген, және де осы үшбұрыштың әр төбесінен қарама-қарсы жатқан қабырғасына бір кесінді жүргізген. Келесі мынау А, Б, С сұрақтарына жауап беруіміз керек. Үшбұрыштың медианасын, үшбұрыштың биссектрисасын, үшбұрыштың биіктігін біз осы кесінділердің қайсы екенін анықтауымыз керек. Ең алдымен ережені еске түсірейік. Бірінші үшбұрыштың медианасы. Үшбұрыштың медианасы дегеніміз бұрыштың бір төбесінен оның қарама-қарсы жатқан табанына түсірілген кесінді, және де бұл түсірілген кесінді оның табанын теңдей қақ екі бөлікке бөледі. Яғни бұл жақта бізде медианамыз БЕ болады. БЕ деп жазамыз. Келесі үшбұрыштың биссектрисасы. Ал енді үшбұрыштың биссектрисасы дегеніміз оның төбесінен қарама-қарсы жатқан табанына түсірілген кесінді, және де ол түсірілген кесінді осы А төбесінің бұрышын теңдей екі бөлікке бөледі. Мынау белгі бізде, значит, мына бұрыш бізде екеуі бір-біріне тең деген сөз. Яғни АП кесіндісі бізде осы үшбұрыштың биссектрисасы болады. Келесі үшбұрыштың биіктігі дегеніміз қарама-қарсы жатқан төбесінен оның қарама-қарсы жатқан табанына түсірілген кесінді, және бұл кесінді бізде осы табанын 90 градус бұрышпен, яғни тік бұрышпен екіге бөледі. Яғни мынау бізде 90 градус, сонда бізде СК кесіндісі үшбұрыштың биіктігі болады. Бірінші есепке осылай жауап береміз. Келесі екінші есеп. Екінші суретте берілгендерді және бұрыш СДБ 40 градус екенін пайдаланып, АФД-ның бұрыштық шамасын табыңыз дейді. Яғни бізде СДБ мына бұрыш бізде 40 градусқа тең болса, біз табуымыз керек, АФД бұрышын табуымыз керек. Ең алдымен берілгендерін жазып қояйық. Екінші есеп бізде үш бұрыш берілген, және СДБ бізде 40 градус болса, бізге табу керек АФД-ның бұрыштық шамасын табу керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін ең алдымен АДЦ үшбұрышына назар аударамыз. АДЦ үшбұрышы бізде тең бүйірлі үшбұрыш болып тұр, себебі екі қабырғасы бір-біріне тең. Ал өзіміз білеміз, ереже бойынша тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары, яғни мынау екі бұрышы бір-біріне тең болады. Және де екінші ереже, осы тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеті бойынша бізде үшбұрыштың төбесінен оның табанына түсірілген кесінді үшбұрыштың биіктігі болады, медианасы болады, және де биссектрисасы болады. Яғни 90 градус бұрышпен медианасы да, биссектрисасы да, биіктігі де бір бізде кесінді болады. Сонда бізде БДЦ бұрышы нешеге тең болса, БДА бұрышы да соншаға тең болады. Яғни берілгені бойынша бізде былай жазамыз. Бірінші АДЦ үшбұрышы тең бүйірлі, кесінді АД бізде ДЦ-ға тең. Ол тең болатын болса, бізде БД кесіндісі биссектриса, медиана и биіктік те болады. Яғни бұл тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеті. Сонда бізде осылай болатын болса, яғни БДЦ бұрышы және БДА бұрышы бір-біріне тең болады. Яғни мынау бізде 40 градус болса, мынау да бізде 40 градусқа тең екен. Енді келесі мынау АФД үшбұрышына назар аударсақ, бұл жақта да бізде екі қабырғасы бір-біріне тең болып тұр. Яғни АФ тең АД-ға. Енді біз білеміз, тең бүйірлі үшбұрыштың табанында жатқан екі бұрыш, яғни АФД және АДФ бұрыштары, АФД бұрышы және АДФ
F бұрыш бір-біріне тең болады, себебі тең бүйірлі үшбұрыштың табандағы бұрыштар бір-біріне тең. Сонда біз осы жақтан A, D, F бұрышының бұрыштық шамасын тапсақ, мынау A, F, D-ның да бұрыштық шамасы сол мәнге тең болады. Оны қалай табамыз? Енді мынау бізде сонда 40 градус болса, мынау бізде 40 градус болса, мынау бұрыш қана бізде белгісіз, иә? Бұл бұрышты біз қалай табамыз? Мынау бізде бір кесінді, бұл бізде жазыңқы бұрыш, жазыңқы бұрыштың шамасы бізде 180 градусқа тең болады. Яғни A, DF-тің мәнін табу үшін 180 градустан азайтамыз. Мынау 40 пен 40-тың қосындысын. 40 градус қосылған 40 градус. 40-ты 40-қа қосақ бізде 80 болады. 180-нен 80-ді азайтсақ 100 градус. Яғни жауабы бізде AFD бұрышы бізде 100 градусқа тең екен. Дәл осылай екінші есепке жауап береміз. Оқушылар, келесі есеп үшінші суреттегі берілгендерді және AD мен DE бір-біріне тең болса, CAD және BAE бұрышы тең екенін пайдаланып, BD мен CE тең екендігін дәлелдеу керек. Оқушылар, қараймыз, бізде мына жерде үш бұрыш берілген ADE деген, бұның ішінде тағы да бір үш бұрыш сызылған ABC деген. Енді бізде берілгенде AD мен AE тең дейді. AD мен AE тең, яғни бұл бізде ADE бізде тең бүйірлі үш бұрыш болып тұр. Және де CAD дейді. Қайдайды? CAD және BAE, яғни мына бұрыштар бір-біріне тең екен. Енді берілгенін жазып алайық. Так, AD тең AE-ге, бұрыш CAD тең бұрыш BAE. Енді бізге дәлелдеу керек. Так, BD тең CE екен дәлелдеу керек. Мына үш бұрышты қайталап сызбаймын. Осы үш бұрышқа қарап отырамыз. Ең алдымен бізде ADE үш бұрышы тең бүйірлі, оны жазып аламыз. ADE тең бүйірлі үш бұрыш. Енді қараймыз, оқушылар, бізде тең бүйірлі үш бұрыштың табанында жатқан екі бұрыш, яғни D бұрышы мен E бұрышы бізде бір-біріне тең болады. D бұрышы мен E бұрышы бір-біріне тең болады. Үш бұрыштардың теңдігінің екінші белгісі бойынша бізде қалай еді? Егер бізде бір қабырғасымен, яғни қабырғасымен оған іргелес жатқан бұрыштар бір-біріне тең болатын болса, яғни ADC үш бұрыш мен BAE үш бұрышта бір-біріне тең болады. Яғни мұны қараймыз, мынау бұрыш бір-біріне тең болып тұр, қабырғалар бір-біріне тең болып тұр, және де мынау бұрыштар бір-біріне тең болып тұр. Яғни жазып қоямыз. Үш бұрыш ADC тең үш бұрыш ABE-ге. ABE бұл бізде жақшаның ішіне жазып қоямыз. Үш бұрыштардың теңдігінің екінші белгісі деп. Үш бұрыш теңдігінің екінші белгісі. Яғни былай жазсақ та болады. Бұрыш, жазып кеттік қоя, бұрыш DAC тең бұрыш BAE біріншісі, және де бұрыш D тең бұрыш E, және де қабырғалары AD тең AE-ге деп. Осы үш белгі бойынша бізде осы ADC мен ABE үш бұрыштардың теңдігінің екінші белгісі болып тұр. Енді қараймыз, бізде екі бұрыш бір-біріне тең болса, онда бізде табандары осы үш бұрыштардың DC табаны мен BE табанында бір-біріне тең болады. Яғни DC тең болады BE-ге, ал DC бізде қандай кесінділерден тұрады? DB және BC-дан тұрады. DB мен BC-ның қосындысынан тұрады, ал BE кесіндісі
Б-Е кесіндісі бізде БЦ мен СЕ мен БЦ-ның қосындысынан тұрады. Яғни қараймыз, бізде АДЦ мен АБЕ үшбұрыштары бір-біріне тең болғандықтан, яғни табандары ДЦ мен БЕ бір-біріне тең болады. Сонда ДЦ мен БЕ бір-біріне тең болады. Ал ДЦ кесіндісі бізде ДБ мен БЦ-ның қосындысынан тұрады. Міне ДБ мен БЦ-ның. Ал БЕ кесіндісі БЦ мен СЕ-ның қосындысынан тұрады. Екеуінде де қарап тұрсақ, бізде мына жақта да БЦ бар, мына жақта да БЦ бар. Яғни бізде ДБ мен СЕ бір-біріне тең екен. Сонда ДБ тең болады СЕ-ге деп дәлелдейміз.